Екінші ақ ол Наби саллаллаху алейхи уассаламның ақысы. Наби саллаллаху алейхи уассаламның ақысы махлуқтың ақысы болып есептеледі. Яғни жаратылған бір Аллахтың пендесінің сенде болған ақысы. Келешекте айтылатын ақтардың барлығы пенделердің ақысы. 10 ақтың біреуі ғана Аллахтың ақысы болатын болса, қалған 9-ы не? Пенделердің ақысы. Оның да шариғатта шектелген өзінің шегі және таразысы бар. Наби саллаллаху алейхи уассаламның ең ұлы ақысы о кісіге иман келтіру. Наби саллаллаху алейхи уассаламның Аллах субханаху ва таала осы үмбетке ақырғы пайғамбар қылып таңдаған екеніне иман келтіресің. Және оның пайғамбарлығы бүткіл әлемге екеніне иман келтіресің. Және Наби саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар екенін естеп, оны илах, Құдай дәрежесіне көтеру мүмкін емес екенін білесің. Оны құрметтейсің, оны ұлықтайсың. Дүниеде Наби саллаллаху алейхи уассалам уақытында Наби саллаллаху алейхи уассаламды құрметтеген кімдер олар? Наби саллаллаху алейхи уассаламның асхабтары. Наби саллаллаху алейхи уассаламның асхабтарынан Наби саллаллаху алейхи уассаламды қалай құрметтеуді біз үйренуіміз керек. Себебі Наби саллаллаху алейхи уассаламды құрметтеу қандай амал болып есептеледі? Дүниеви амал ма, немесе ибадат па? Ол ибадат. Ибадат болғаннан кейін оның несі бар? Екі шарты бар. Солай ма, жоқ па? Демек, өзіңше Наби саллаллаху алейхи уассаламды жақсы көру үшін өзіңше жол істеп алма өзің. Наби саллаллаху алейхи уассаламды жақсы көру, о кісіні құрметтеу, о кісіні ұлықтау шариғатта көрсетілген суретте болу керек. А Наби саллаллаху алейхи уассаламды құрметтеу және о кісіні ұлықтау Наби саллаллаху алейхи уассалам уақытында асхабтар көрсетіп қойған. Бүткіл жақтарынан. Наби саллаллаху алейхи уассалам тірі уақытындағы болатын құрмет олар үшін хас. Бізге ол нәрсеге нәсіп еткен жоқ. Түсінікті ме, жоқ па? Ол нәрсе бізге нәсіп еткен жоқ. Наби саллаллаху алейхи уассалам тірі уақытындағы құрметі о кісіге хас, одан басқаға көшпейді. Мысал, Наби саллаллаху алейхи уассаламның денесінен шыққан терісі, о кісінің шашы, Наби саллаллаху алейхи уассаламның дәретінен қалған су, Наби саллаллаху алейхи уассалам киген киім, бұлардың барлығы Наби саллаллаху алейхи уассаламның өмір уақытындағы өзіне қатысты болған нәрселерге ғана байланып тұрады. А біздің күнімізде о нәрселер жоқ. Наби саллаллаху алейхи уассалам уақытында сахабалар осы нәрсеге жеке мән берген. Имам Бұхари рахимахуллах шығарған неде? Урват ибн Мас'уд Худайбия несінде, ғазвасында Наби саллаллаху алейхи уассаламмен келісім шартқа келеді ғой. Сонда ол айтады Меккенің мүшриктерінің елшісі Наби саллаллаху алейхи уассаламмен келіп көрісіп, ол кісінің жағдайын көріп қайтады да, бірақ айтады: "Ей қауым," дейді, "мен бүткіл патшалардың алдында болған, Меккенің мүшриктері, Меккенің билерінің елшісі ғой енді былайша айтқанда. Елдегі патшалардың алдына елші болып баратын құрметті адам." Айтады: "Мен бүткіл фарстардың, ромдардың, Наджаши немесе соған ұқсаған патшалардың алдында болдым," дейді. Барлығын қауымы ол кісілерді ұлықтайды. Бірақ мен Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның асхабтары ол кісіні құрметтегенде ешкімді құрметтегенін көрген жоқпын. Айтады, Наби саллаллаху алейхи уассалам дәрет алса дейді, дәретінің суын қоймайды олар дейді. Алып алады. Тіпті Наби саллаллаху алейхи уассаламның түкірген түкірге жерге түспейді, білесіңдер ме?
Оруа таң қалып жатыр ана жерде. Не деген керемет мынау. Бұл тірі уақытындағы. Наби саллаллаху алейхи ва салламнан о кісіні ұлықтағаннан о кісіге тіке қарамайды. Наби саллаллаху алейхи ва саллам сөйлеп тұрған уақытта олар басына құс қонғандай тыныш отырады. Бұл күшпен емес бауырлар. Наби саллаллаху алейхи ва саллам өте көркем мінезді, өте жұмсақ, өте мейірімді адам болған. Осындай адамға осындай ұлықтау мәжбүрлікпен кеп тұрған жоқ. Олар өздері сол нәрсені өздерінен уажип деп есептеген. Себебі Аллах оларға, сахабаларға Наби саллаллаху алейхи ва салламды ұлықтауды бұйырған. Олар осылай ұлықтаған. Наби саллаллаху алейхи ва саллам сол ұлықтауды растап тұр. Сол ұлықтаудан шектен шыққанды Наби саллаллаху алейхи ва саллам ескерткен. Ұлықтаудан шектен шықса, Наби саллаллаху алейхи ва саллам не қылмаған? Разы болмаған, шектен шыққанды қайтарған. Наби саллаллаху алейхи ва саллам алдында бағанағы ансарлардың кішкентай бой жетпеген қыздары "Офина набиюн я'ламу ма фи гади" дейді. Біздің арамызда бір пайғамбар бар, ертең не болатын екенін біледі дейді. Мақтап жатыр да. Наби саллаллаху алейхи ва саллам жоқ дейді. Ертең болатынды Аллах қана біледі дейді. Түсінікті ме жоқ па? Ертең болатынды кім біледі? Аллах қана біледі деді. Шектен шығып жатыр ма? Наби саллаллаху алейхи ва саллам қайтады. Расул саллаллаху алейхи ва салламға келіп, "Маша Аллаху ва ши'та" деді. Аллахтың қалағаны және сіздің қалағаныңыз болады десе, "Аджа'алтани лиллахи ниддан", сен мені Аллахқа серік қылдың ба дейді. Ескертіп жатыр. Шектен шығу болмасын деп жатыр. Өзіне сәжде қылудан қайтарады. Аллахтың ақысы пендеге берілуден қайтарады. Демек осылай. Наби саллаллаху алейхи ва салламды кемсіту мүмкін емес. Тіпті Наби саллаллаху алейхи ва саллам тірі уақытында Расул саллаллаху алейхи ва салламның алдында даусын шығарып биігірек сөйлеу амалды бекер болып кетуіне себеп болатын дәрежеде болды. Олар сөйлегенде жай сөйлейтін болған Расул саллаллаху алейхи ва саллам. Жай. Бірақ ұлықтар Наби саллаллаху алейхи ва салламды Аллах илах дәрежесіне көтеруден Расул саллаллаху алейхи ва саллам қайтарған. Мені христиандар Исаны ұлықтағандай не дейді? Ұлықтамаңдар. Мен Аллахтың пайғамбары және елшісімін ғана. Пендесі және елшісімін. Яғни мен сендер сияқты Аллахтың құлымын. Сендер мен менің тұрған айырмам не ол? Пайғамбарлықтың келгені, Аллах осындай бір неғматты бергені. Бұл неғматты өзінің шегінде ұстау керек болады. Расул саллаллаху алейхи ва саллам соны өз үмбетінен, бәлкім сахабалардан соны талап еткен. Енді адамдардың бірі келіп, Наби саллаллаху алейхи ва салламды құрметтеу үшін әр түрлі істерді істейді, бидаттарды істейді, жаңа зікірлерді шығарады. Расул саллаллаху алейхи ва салламға айтылмаған әр түрлі салаваттарды шығарды. Аспандар және жердің нұры болған пайғамбарға салават дегендей. Сонда пайғамбар алейхиссалату вассаламды аспандар мен және жердің нұры екенін сахабалар білмей қалды ма сонда? Міне салаваттың қаяқтан алды. Наби саллаллаху алейхи ва салламнан сахабалар сұрады: "Я Расулаллах, біз сізге қалай сәлем айтуды білдік? Ассаламу алейка айюхан наби" деп. Сізге қалай салават айтамыз десе, "Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад" деп айтыңдар деп үйретті. Сол ең абзал салават, соны айтады. Одан артықша әр түрлі жаңа салаваттарды ойлап шығып, Наби саллаллаху алейхи ва салламды құрметтеймін деп ойламай ақ қойсын. Кеше өтіп кеткен мәулітте олардың барлығы Наби саллаллаху алейхи ва саллам істемеген, сахабалар істемеген. Ол нәрсе Наби саллаллаху алейхи ва саллам құрметтеуге де кірмейді. Егер құрметтеуге кіретін болғанда сахабалар не қылған болатын, оны істеген болатын. Олар істемеді ғой. Сонда сен
Наби саллаллаху алейхи вассаламды сахабалардан көбірек құрмет қылатындай дәрежедесің ба? Олар Наби саллаллаху алейхи вассалам тірі уақытында осылай істейтін. Өзі жағына қарағанда. Амма Наби саллаллаху алейхи вассаламның бұйырған нәрселерін орындауда, о кісімен бірге болуда, о кісіне болатын саллаллаху алейхи вассаламның әмірлері және нәхилеріне келген уақытта өте бір үлкен дәрежеде болады. Бағанағы Үрва айтады, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламды айтып отыр. Сахабаларынан нені бұйырса ибтадару илейхи дейді. Бірден сұрақ жауапсыз, бірден орындайды. Олар сұрамайтын. Расул саллаллаху алейхи вассалам бұйырғанда ваджиб деп бұйырды ма, немесе мұстахаб ретінде бұйырды ма деп. Бөлмейтін олар. Расул саллаллаху алейхи вассалам бұйырды ма, олар орындайтын. Қайтарды ма, олар тиілі. Содан тимады. Наби саллаллаху алейхи вассаламмен бірге болып қалуды олар өздеріне үлкен бақыт деп білетін. Наби саллаллаху алейхи вассалам сол бағанағы Мединеге хижрат қылып жатқан уақытта Абу Бакр хижрат қылмақшы болғанында Абу Бакрға Наби саллаллаху алейхи вассалам айтады, асықпай деп, асықпай деп. Сонда Наби саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр айтады, сол жерде кімдер тұр? Айша мен кім? Асма тұр. Абу Бакрдың қыздары. Сонда асықпа дейді. Сонда Абу Бакр сұрайды, ас-сухбата я Расулаллах. Бірге сапар қыламыз ба дейді. Сөйтсе Наби саллаллаху алейхи вассалам дейді. Абу Бакр жылайды сол жерде. Айша радиаллаху анха айтады, адам риза болғанда, қатты қуанғанда жылағанын көргенмін дейді. Бірақ Абу Бакр сияқты қуанғанда жылағанын көрген емеспін. Бұл сира кітаптарында келетін мәлімет. Абу Бакр радиаллаху анху сонда жылайды. Наби саллаллаху алейхи вассаламның бірге болу о кісі үшін үлкен шараф, құрмет болған. Сол үшін Аллах субханаху ва таала Құр'анда қияметке шейін оқылатын аят түсіріп қойды. Из яқулу ли сахибихи, өзінің досына айтады деп. Рафидалар Абу Бакрды ләнеттейді. Құр'анда Аллах оның досы деп тұр. Дос досқа ұқсамай ма жоқ дегенде, солай ма жоқ? Немесе фасық, фажыр, иман, тақуа иесінің досы бола ма? Егер олардың ойында болатын болса, Аллах Абу Бакрды сол махаббатымен осындай бір дәрежеге көтерді. Наби саллаллаху алейхи ва салламның әмірі немесе нәхи, қайтарғаны, бұйырғаны олар үшін бір негіз заң болып есептеледі. Наби саллаллаху алейхи ва саллам қайтарды ма? Демек бітті. О нәрсенің шегінен шығу олар үшін үлкен нәрсе болады. Наби саллаллаху алейхи ва саллам рұқсат берді ма? Олар үшін сол нәрсе рұқсат. Наби саллаллаху алейхи ва саллам қайтарды ма? Олар үшін сол нәрсе тиім. Сахабалардың бірі Расул саллаллаху алейхи ва саллам айтады дейді, әйелдеріңді намазханадан, яғни мешіттен қайтармаңдар дейді. Сонда баласы айтады, ла намнаухунна дейді, біз қайтарамыз әйелдеріміз. Сіз айтады, мен Расулаллах қайтармаңдар деп жатыр, сен қайтарам дейсің ба? Кет дейді, мен сенімен сөйлеспеймін дейді. Расулаллахтың рұқсаты олар үшін рұқсат бітті. Одан басқа білеу, рұқсат берілген нәрседен қайтара алмайды, бітті. Одан кейін сөз жоқ. Расул саллаллаху алейхи ва саллам бұйырды ма? Сол. Тіпті Наби саллаллаху алейхи ва саллам бұйырмаған болса да, өзінің ісі олар үшін таразы болады. Наби саллаллаху алейхи ва саллам, сахабалардың бірі, Наби саллаллаху алейхи ва саллам бір мүдпенен, мүд дегені мынанша, бір мүдпенен дәрет қылатын. Бір са осындайдың төртеуі. Бір са менен ғұсыл қылатын. Бір са менен не қылатын? Ғұсыл құйынатын. Бір мүдпенен дәрет қылатын. Біз сол нәрсеге әрекет қылуымыз керек жағдайларымыз. Алла берген су деп мына ашып, ағызып қоймай, үлкен қылып ағызып қойды тағы. Тура көбірек үлкен қылып ағызса, су жақсылап тиетіндей қолына, бетіне.
Біз важип деп жатқан жоқпыз, бірақ сахабалар сол нәрсеге әрекет қылған. Себебі сол сахаби осы риwayatта айтқан уақытта адамдардың бірі айтады, маған ол су жетпейді дейді. Маған ол су не? Жетпейді дейді. Сонда сахаби айтады, сенен шашы көп болған адамға жеткенде саған не дейді? Расул саллаллаху алейхи шашы ұзын болған. Бағанағы сөйлеп жатқан адамның шашы біздікі сияқты болса керек пе? Айтады, сенен шашы көп болған адамға жеткенде саған не дейді? Саған жетпей ме сонда? Оларға әшейін бір, бұл важип емес бұл нәрсе. Бірақ олар үшін сол нәрсе бір заңдай болған. О нәрсені жоқ, бұл бізге лайықты емес, бізге тура келмейді деген нәрсені айтпаған олар. Айтты ма, болды, тыныш, соны істей алмасаң да үндеме. Түсінікті ма? Саған бұйырып атқан жоқ нәрсені. Осынша сумен дәрет ал деп бұйырып атқан жоқ біреу. Бірақ сен соны істемесең де, оны кемсітпе. Расулуллах соны істеді, саллаллаху алейхи ва саллям. Кемсітпе оны. Қалай егер бұйырған нәрсені кемсітсе, қалай болады екен, не мынау сақал дегенде, сақалды бұлайша дұрыстап жүрсе де болады ғой дейді біреулер. Болады ғой енді азғантай бір адам сияқты болса. Сонда Расулуллах не қалай болған сонда? Наби саллаллаху алейхи ва саллям енді біздікі әсіресе мынау біздің елдің Аллахтың бір бергені қысқа сақал біздікі. Расул саллаллаху алейхи ва саллям намаз оқып жатқан уақытында о кісі бір нәрсе оқып жатыр ма жоқ па, сақалыны қимылдағаннан білетін арттағылар. Бізде мына жерде сақал жоқ. О кісінікі мынандай болған. Себебі мынандай болса да көрмейді арттағылар. Сақалы қимылдайды. Сонда қандай көріністі болған сонда? Сізге жақпай ма сонда Расул саллаллаху алейхи ва саллям? Жақпай еді онда. Егер Расул саллаллаху алейхи ва саллямның түрі кімге жақпаса, оған өзінің түрі жақпаған екен негізінде. Расул саллаллаху алейхи ва саллям ең әдемі, ең көркем, ең көріністі, сүйкімді адам болған саллаллаху алейхи ва саллям. Кімге жақпаса жақпай ақ қойсасын сол түр. Мұсылман тағы ол. Солай ма жоқ па? Сен сыртқы көріністі болса да Расул саллаллаху алейхи ва саллямға ұқсауың сенің яғни дәрежең болады негізінде. Расул саллаллаху алейхи ва саллямның тұрған жүргеніне ұқсауың сен үшін бір қасиет негізінде. Қалай егер бұйырған нәрсені орындау, қайтарған нәрсесінен тыйылу деген, қалай о адам оған жеңіл қарайды? Намаз оқысаң, еркектер сияқты оқы, қатындар сияқты оқыма дейді екен біреулер айтады. Сонда кім айтты саған бұл қатындардың намазы мынау еркектердің? Кім бөліп берді саған? Мирасты бөліп берген, білесіңдер ме? Кім бөліп берген мирасты? Лиззакари мислу хаззил унсайейн. Әйтеуір еркек болса болды. Әйелдің екі есесін алады. Дұрыс еркек болмаса да, еркек болса болды. Ол ала береді. Осылай бөлім келген ба? Келмеді. Қалай сен мынау еркектікі, мынау әйелдікі деп бөлдің? Дәлел бар ма оған? Құжат? Расул саллаллаху алейхи ва саллямнан жоқ. Бұл біріншіден оған дәлел жоқтығы. Екіншіден, бұл мәселеде қолдың қай жерге қойылуы намазда, ол хилафи мәселе. Бір ғалымдар көкірекке дейді, бір ғалымдар төменірекке, біреу қарынға, біреу кіндіктің үстінде дейді, біреу кіндіктің астына дейді. Сонша сөз. Қай бірі біреуін дұрыс деп алса, алсын. Бірақ екіншісіне тіл тигізу дұрыс емес. Себебі сенікі өзің үшін дұрыс болса, оныкі өзі үшін дұрыс болып тұрған жерде. Сен қалай оны қатынға ұқсатасың оны? Екіншісі келеді де әуратын ұстап тұр дейді мысалы. Солай ма жоқ па? Ол да дұрыс емес. Біз әділ болуымыз керек бұл бапта. Аналардың айбын айтып, мыналардың айбын жасыру деген болмайды. Екеуі де дұрыс емес.
Себебі ол Наби саллаллаху алейхи вассалам сүннеті сол деп күшсізірек болған дәлел болса да соны дұрыс деп ойлап істеп жатыр. Бидат істеп жатқан жоқ қой ол. Егер бидат істеп жатқан болса оны қайтара алмайды. Бірақ сол нәрсені дұрысырақ шығар деп ойлап соны істеп жатыр. Сен оның үстінен күлуің дұрыс емес. Себебі сен оны сүндет деп ойлап тұрған нәрсесінің үстінен күліп жатсың. Мәуліт сияқты нәрсе емес бұл, бауырлар, бұл нәрсе. Бұл бидат, ол маруф нәрсе. Мына хилафи мәселелерді үстінен адам күлмейді. Біріншіден ол Расул саллаллаху алейхи вассалам солай істеген деп фатуа ретінде істеп жатыр. Екіншіден оны істеген немесе дұрыс деп айтқан кімдер бар? Ғалымдар бар. Сен солардың алдында маса тұрмайды шығарсың сен. Шыбын десе күлкейді жіберем деп. Түсінікті ма жоқ па? Сонда осылай суретте Наби саллаллаху алейхи уассалам сүннетін айтылып тұрған уақытта оның үстінен күлу, кемсіту бұл дұрыс емес. Адамдар деген не бір түрлі киімдерді киіп жатыр. Қазір бір жерлерде мен естуім бойынша, егер менің мәліметімді анықтау керек болмақта, кейбір Америка елдерінде кейбір райондар бар екен, тек қана жалаңаштар жүруға рұқсат беріледі. Тек қана жалаңаштар. Киім киіп жүрсең болады, бірақ жалаңаш жүрсең бола керек. Әйеліңді алып аласың да, үстінде еш нәрсең жоқ. Кете бер жолда. Асханада отырасың, көшеде жүресің, машинада ештеңке жоқ, үстінде еш нәрсе жоқ. Маған солай хабар келді, о нәрселерді білетін адамдардан, бірақ мен оны негізінде о нәрсені анықтау керек. Енді олай болатын болса, негізінде мал бопты олар. Өз негізінде мал еді өз негізінде. Бірақ испаттап беріпті өздерінің мал екен. Оларды ешкім сөйлемейді. Сен балағыңды мынандай қысқартып қойсаң, бәрі қарайды, балағың қара деп. Не өпті балағың? Сен менен келісіп тұрсың ғой, жоқ дегенде мәкрух деп, солай емес пе? Келісесің ба? Айт оған, келісесің ба мәкрух екенін? Наби саллаллаху қайтарған ба, жоқ па? Қайтарған. Мәкрух екеніне келісесің ба? Кібірлікпенен арам, кібірсіздікпенен де мәкрух ол. Сонда мәкрух деген сонда не? Істей бер дегені ол? Неге мәкрух деп қойылды оның аты? Мәкрух деген білесіңдер мағынасын? Яғни жоқ, мәкрух деген арам емес. Мәкрух дегені сол қазақшасына айтатын болса, жағымсыз дегені. Жағымсыз деген. Сонда жағымсыз деген нәрсені істей бер деген неге жағымсыз деп қойылды ол егер? Істей бер дейтін болса, солай ма жоқ? Дұрыс, ол арам емес, күнәлі болмайсың. Бірақ жағымсыз деп жатыр ол нәрсе. Жоқ дегенде мен жағымсыз нәрсені тастап жатырмын. Сен ше? Сен не істеп жатсың? Түсінікті ме жоқ па? Әйелдерің аяғын ашып жүр. Онымен ешкім жұмысы жоқ. Балдарың намазға келмейді. Солай ма жоқ па? Түндерде не бір тойларды істейсіңдер. Олармен ешкім жұмысы жоқ. Мына сақал қойыпты, мына балағын қысқатты, ананың әйелі басына орамал орапты. Сол өсектен басқа шықпайды. Сонда не, басқа тақырып жоқ па сөйлеседі? Расул саллаллаху алейхи вассаламның ақысы қайда қалды ғой сонда Расул саллаллаху алейхи вассалам? Расул саллаллаху алейхи вассалам соған бұйырды ма, жоқ дегенде қызықтырды ма, жоқ па сақалға? Айтайын енді сүнна деп қойшы мысалы. Негізінде көп мазхабтардың ғалымдарының ішінде дәлел реттеген ғалымдар уажип деген сақал. Дәлелді зерттеген, яғни ғалымдар әртүрлі. Кейбір ғалымдар ақиқатта әрбір мазхабта бар, дәлел реттеп, зерттеп, шындықты іздеген ғалымдар әрбір мазхабта бар. Мутаассиптарда әрбір мазхабта бар. Кітапта айтты болды, Құранның өзіне орнына ауыстырып алады. Әрбір мазхабта бар. Бізге тек қана ханафилер көрінеді десе, біз ханафилер елінде жасаймыз. Басқа елде де тура сол, мәликилерде де сол бәле бар, шафилерде де сол бәле бар. Бәр жерде сүннет иесі ғұрбатта болбақта. Бәр жерде. Жоқ дегенде сол
келісе салайық сен таназзулан деп айтады. Келісе салайық. Сол сүнна ма жоқ па? Сүнна ма жоқ па? Мустахаб дейсіз саған. Мустахаб. Мустахаб па жоқ па? Иә, мустахаб. Не болып сонда істесек сол? Расул саллаллаху алейхи жоқ дегенде мустахаб десе сен қайтарасың ба содан? Кім ақ берді саған қайтарудан? Кім ақ берді? Көкең ақ берсе де ақы жүрмейді бұл жерде. Расул саллаллаху алейхи вассалам бұйырып тұр ма? Істе соны. Күшің жеткенше. Күшің жетпесе, саған намаз оқуда парыз емес күшің жетпесе. Жахал ояқта тұрсын. Күшің жетіп тұр ма? Жағдайың бар болып тұр ма? Істе оны. Ешкімнің ақысы жоқ о жерде. Расул саллаллаху алейхи вассаламның аспаннан болып тұрған өкімін өзгертуге Расулуллах қалтасынан айтпаған шығар бұны, солай ма жоқ? Шығар ма немесе анық па? Анық. Қаяқтан алып сөйлеп отыр бұны? Аллахтан. Аллах сені жаратқан ба? Иә, ол сені осы түрде көруді жақсы көреді деген онда. Біліп қой соны. Аллах сені сол түрде көруді жақсы көреді деген. Енді кімге көрінбексің сен? Басқаша түрде айтшы. Кімнің көзіне жылтырамақсың сен? Аллахтың назары саған осы мен жақсы түспекші екен. Одан басқа қандай бір керемет түр керек айтып саған? Сызып бер бізге қандай түр Аллахқа жаға деген. Біз Аллахқа жағатын түр Расул саллаллаху алейхи уассаламның түрі болады. Сол кісі қызықтырған нәрсе біз үшін қызық. О кісі қайтарған нәрсе біз жағдай барынша сақтануымыз керек. Ол әдеп ақлақтарда болса да. Кеше қанша әдеп ақлақтарды оқып үйрендік. Мына Расул саллаллаху алейхи вассаламның ақысы, Расул саллаллаху алейхи вассаламның махаббаты сондай дәрежеде болу керек. Жүрекке жайғасқанда о кісінің табиғи нәрселерінде ергесу болу үшін біз үшін бір дәреже болады. Табиғи нәрселер. Табиғи нәрселер не ол? Өткенде айтқандай. Кейбір тамақтарды жақсы көреді. Сахабалар соны жақсы көретін болған. Кейбір иістерді жақсы көреді. Сахабалар сол иісті жақсы көретін болған. Расул саллаллаху алейхи вассалам киген киімін армандайтын болған олар соны алуға. Бір әйел Наби саллаллаху алейхи вассаламға киім хадия қылды. Я Расулаллах, осы сізге хадия деді. Енді әдеміленіп киініп шықса, сахабалардың біреуі сұрайды: Я Расулаллах, осы киімді маған берсең. Әшейін бір сұрақты біз үшін үлкен бір қасиет о кісіге радиаллаху анху. Сендер ме жоқ па? Я Расулаллах, маған беріңіз осы киімді. Сонда Наби саллаллаху алейхи кіреді де киімін шешіп береді ана. Сонда сахабалар тиіседі. Өзі киімі жоқ еді, осыны алған еді, берген еді. Бекер сұрадым ғой деп. Сонда сахаби айтады: Я мен дейді бұны киюге сұраған жоқ. Маған кепен болуға сұрадым деп. Расулаллахтың денесіне тиген киім маған кепен болуды қалаған едім дейді. Шынымен қайтыс болғанда сол адамға кепен болады. Наби саллаллаху алейхи вассалам алдына бір әйел келеді: Я Расулаллах, мені алыңыз деп өзіңізге. Әйел бұл. Абу Қатада радиаллаху анхуның қызы қалай ұялмай сұрайды мына әйел дейді. Өзін қалай көндерен қылады дейді. Сонда Абу Қатада айтады: Бол әйел сенен абзал дейді. Өзін Расулаллахқа серік қылмақшы дейді. Әйел серігі ғой күйеуінің, солай ма жоқ па? Расулаллахқа серік қылмақшы, сенен абзал бол әйел дейді. Міне Абу Қатада қалай түсініп отыр, оның қызы қалай түсініп отыр. Олар Наби саллаллаху алейхи вассаламға жақын болуды, ұқсауды, о кісі жақсы көрген нәрсені жақсы көруді өзіне бір шараф берген радиаллаху анху. Асхабтар, табииндер осылай болған. Біз Наби саллаллаху алейхи вассаламды ақысын осылай дәрежеде түсінуіміз керек болады.
Аллах субханаху ва таала Наби саллаллаху алейхи ва саллям осындай бір үлкен құрметті дәрежеге көтеріп қойған, және сені сол пайғамбардың үмбеті қылып қойған екен. Алхамдулилля деп айтылған. Бұл үмбет мейірімділік үмбеті. Аллах субханаху ва таала осы пайғамбар себепті қанша мейірімділіктерді берген бұл үмбетке. Оның ақсыны орындау керек бізге. Қашан сол ақты дұрыс орындайды екенбіз? Наби саллаллаху алейхи ва салламның шапағатына сонда жетесің. Ол кісіге салават айтасың. Саллаллаху алейхи ва саллам. Сараңдық қылмайсың бұл мәселеде. Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады, кім намаз азаннан кейін дуа қылып маған Аллахтың алдындағы дәрежесін сұрайтын болса, халлат лаху шафаати, хадис Муслимде. Халлат лаху, маған менің шапағатым соған болады деп. Оның барлығы Наби саллаллаху алейхи ва салламға салават айту, ол кісіге дуа қылу арқылы болып жатыр. Оған құлшылық арқылы емес. Оған құлшылық қылсаң ширк. Аллахқа оны серік қосу арам, мүмкін емес. Бірақ Наби саллаллаху алейхи ва салламға салават айту, шариғатқа сай ұлықтау, ол кісіге ергесу, ұқсауға әрекет қылу, бұның барлығы сенің мойныңдағы ақтардан болып есептеледі. Аллаху алам, субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала алихи ва сахбиhi. Жұма күні көбірек салават болады. Иә, жұма күні көбірек. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, жұма күні маған көп салават айтыңдар. Сол қайсы Аллахумма салли ала Жалпы салават айтылады. Салат ибрахиме абзал. Аллахумма салли ала Мухаммад. Өзі үйреткен. Басқа қандай бір салават айтылса болады. Алланың ақысы, пайғамбардың ақысы, сосын ата-ананың ақысы кетеді. Алла тағала Құранда Алланың ақысы, сосын ата-ананың ақысы деген соны түсініп білесіз. Аллахтың ақысы, пайғамбардың ақысы бір. Пайғамбардың ақысы Алла тағала. Біз ашаду, исламда неше рүкін бар? 5 рүкін. Бірінші рүкін не ол? Екеуі бір ғой бұл. Tamam. Ахир. Этот суннет же делают штамак. Хитан, да. Если он родился таким, то есть не надо делать больше. Если егер жағдай болатын болса істесін. Егер кесіліп қойған болса, несін кесіліп қойған? Родился бывает такой. Ну, я понял. Егер ол анда бір кемшілік болатын болса, азғантай, оны кесу керек. Барлығы бір түрлі туылмайды. Кейбіреулердікі ақиқатта толық кесілген сияқты болады. Кейбіреулерінде кемшілік болады азғантай. Кемшілік жерін кесіп қояды. Оны алып келіп, анау біреулер басында шашы жоқ, лезбі жүргізіп қояды деген басында. Оның не пайдасы бар? Лезбі жүргізген жоқ қой енді. Понял, да? Асырдың 2 уақыты бар дейді да, қалай аламыз? Біреу 2 есе дейді, біреу 4 есе дейді да, көлеңкесі ұзарғаны ше. Асырдың уақыты емес, бесіннің уақыты. Бесіннің уақытының шығуы, асырдың уақытының кіруі. Бесіннің уақыты Наби саллаллаху алейхи ва салламға Жибрил алейхиссалату вассалам намаз оқып береді, сахабалардан келген нәрсе, ол бесіннің уақыты күн төбеден тайған уақытында басталады, және әрбір нәрсенің көлеңкесі бір есе болғанға шейін барады. Бірақ көлеңкенің тікеге көтерілген уақытта, жазда, қыста жазда көлеңкең жақын болады. Қыста көлеңкең азғантай ұзағырақ болады. Күн көтерілген уақытта. Сезесіңдер ме, сол нәрсені жоқ? Мәшинесін неге көлеңкеге қойып жүрген адамдар біледі бұны. Қыста көлеңкең ұзағырақ болады. Күн төбеде тұр, әлі бесінің уақыты кірейін деп тұрған уақытта көлеңкең болады ана жерде. Жазда жақын болып қалады, себебі күн төбеге көтеріледі.
осы артықша көлеңкені алып тастайсың. Содан басқа бір есе. Содан басқа бір есе кіргенде, бір есе өтсе, сонда бесінің уақыты бітіп, асырдың уақыты не қылады? Кіреді. Асырдың уақыты кейін қай жерге шейін барады? Күн батқанға шейін. Бұл жұмхур ғалымдардың сөзі. Амма Абу Ханифа рахимахуллахтың мазхабында бесінің уақыты әрбір нәрсенің көлеңкесі 2 есе болғанша деп айтады. Олардың мына намаздың уақытында айтылған хадистерден дәлелі жоқ. Басқа бір жалпы хадистер, айтылған хадистерден келтірген дәлелдері бар, бірақ бұл жұмхурдың сөзі дұрыс. Бесінің уақыты әрбір нәрсенің көлеңкесі 1 есе болғанда. Бірақ бізде солай азан айтылады ма, солай уақытта оқылып, жамағатпен оқыла береді. Бір есе болған кезде бесінде кіреді. Бесіндікі кіреді. Сосын сен өзің мысалы сахарада оқысаң, өзің мысалы қой бағып жүретін жеріңде, сондай бір өзің шетте оқысаң, әрбір нәрсенің көлеңкесі 1 есе болған уақытта азан айтып намаз оқысаң бола береді. Асырды кіреді. Асыр 2 есе деген кезде кіреді, да? Жоқ, бесінің уақыты, асырды айтып отырмын. Асырды сол уақытта оқысаң болады. 1 есе дегенде асыр оқи беремін, да? Асыр 1 есеге келсе, асыр оқи бересің. Асырдың уақыты кірді. Амма елдің арасында жүрген уақытта мешітте оқисың. Азан айтылды, азанменен барып асырды оқисың. Сейчас я вопрос по поводу достоинства никаба. А то знаем, как пророк сам ходил, как наши матери ходили, вообще глаза открыты, вообще достоинство, как должно быть. Вопрос задать. Бұл мәселеде негізінде У нас тоже можно таскать? У нас тоже можно таскать или нет? яғни бет ашып жүрсе бола ма деп жатсың ба? Жоқ, ниқаб киіп жүрсе бола ма? Ниқаб киіп жүрсе бола ма деп жатсың ба? Бұл мәселеде біріншіден білуіміз керек, ғалымдардың арасында азғантай хилаф бар. Хилаф мәселесі оның важиптығында, амма абзалдығында ешкім хилаф болмаған. Осы нәрсені біліп алуымыз керек. Бағанағы сияқты. Сақал жоқ дегенде сүнна ғой, сол істесең не сонда? Жаман іс істемеген шығарсың енді, алхамдулилля. Солай ғой, жоқ па? Тура сол сияқты бетті жауып жүру мұстахаб екенінде ешкім хилаф болмаған. Демек, жапсаң, жоқ дегенде нені істеп жатсың сен? Абзалды істеп жатсың. Түсінікті ме, жоқ па? Осы менен де хилафты тоқтатсаң болады негізінде. Жетеді саған. Алхамдулилля, сен абзалды істеп жатсың. Бірақ ар жағына сонда арам бола ма бетті ашса десе, енді хилафқа кіресің енді. Бетті ашса сонда арам бола ма не? Десе енді не? Хилафқа кіріп барасын, онда ғалымдардың арасында хилаф бар. Сол хилафта басқа бір нәрсемен тоқтайды. Сол хилафта не? Басқа бір, яғни кейбір ғалымдар бетті ашып жүру арам десе, кейбір ғалымдар не дейді? Рұқсат дейді. Бірақ рұқсат деген ғалымдардың өзі де шарт қояды. Бетті ашып жүру рұқсат деген ғалымдардың өзі де не? Шарт қояды. Себебі олардың айтуы, әйелдің ең көркем көрінетін жері беті ғой. Ешбір адам әйел алғанда оның табанын көріп алмайды ғой. Табан аурат, табан дегенде мен білмедім. Аяқтың арт жағын түсінесіңдер ме? Асты ма? Жоқ, болмаса арт жағын не дейді? Өкше. Өкшесі. Өзіме кетіп қалам. Ол табан деп аяғының артын айтады да. Оны өкше дей ме? Есімде бар да, сол қателесіп болдым сол. Оны өкше. Себебі шариғи өкім да бұл. Шариғи өкім болғанда адам қателессе шатақ болады. Өкше аурат па, аурат емес па? Аурат. Бет ше? Аурат.
Аурат емес. Көрдіңіз бе? Аурат емес деген ғалымдардың сөзін айтып жатыр ол кісі. Сен сонда бір әйелді көргенде бетін көріп аласың ба, өкшесін көріп аласың ба? Әйелдің бүткіл зинаты, бүткіл әдемілігі, көрінісі қай жерде жиналған? Бетінде ме, немесе өкшесінде ме? Қай жерді көбірек сақтау керек сонда? Бетті ме, немесе өкшені ме? Солай ма? Әсіресе егер әйел әдемі болса, о фитна күштірек болады. Жас болса, фитна күштірек болады. Фасықтар көп болса, әйелге аңқайып жүретіндер. Фитна одан да күштірек болады. Осы нәрселердің біреу болса да, олар жапқан дұрыс дейді. Ашуға рұқсат бергендердің өзі де не дейді? Жапқан дұрыс. Себебі әйел әдемі болғанда оған шалда қарайды да оған. Жас болса, әйтеуір біреу дәметіп қалуы мүмкін. Оның үстіне фасықтар көп. Түсінікті ме жоқ па? Осындай жағдай болатын болса, ашуға рұқсат бергендерде жапқан дұрыс. Қазіргі ғасырда бетті ашуға рұқсат берген ғалым Шейх Албани рахимахуллах. Бірақ о кісінің әйелдердің бетін көрмеген адамдар. Түсінікті ме жоқ па? Осы нәрсеге мән берейін. Албани деп көтеріп жүру негізінде біреулердің жаман мақсаты артында тұрған нәрсе. Хилаф бар ғой деп қойды. Әйтеуір содан шығып алу. Албани рахимахуллахты бет туралы мәселесі о кісінің мақсаты мүлде басқа нәрсе болды. О кісінің мақсаты яғни ашық, яғни не десе болады, арам, яғни важиптыққа бұйыратын ашық дәлел таппағандықтан қалай важип деп айтамыз деген мақсатта айтқан ол. Беттеріңді ашып жүре беріңдер деген мақсатта айтпаған ол кісі. Сол себептен ол кісі өзінің әйелдерінің бетін ашып жүрмеген. Мен кейбір шәкірттерінен естігем оны. Сол үйлерінде соған жақын болып жүрген кісілерден естігем, ол кісі әйелдерінің бетін ашып жүрмейтін болған. Албани болсаң, Албанидай бол да болмаса. Түсінікті ме жоқ? О кісінің мақсаты сол болған. Бұл бір мәселеде хилаф бар деп айттық. Бірақ хилафтың өзіне келетін болсақ та, не дедік? Бағанағы шарттарыменен ғалымдардың көбі солай деп айтады. Жатқан дұрыс. Кейін біз егер тарихқа қайтатын болсақ та, ескі тарихта әйелдер беттерін жауып жүрген. Тіпті христиандарда әйелдері бас ашық жүрмеген. Кейбіреулер беттерінде жауып жүрген. Олар үшін әйелдерді аураты солай болған. Мұсылмандар ғой мен бабы аула. Аллаху алам, бет ашылғанына 100 жылдан асқан шығар егер асса. Одан бұрын мен беті жабық болған әжелердің киімін көргем. Мынау шапан, бодан да қалың, ауыр, басында тұр мынандай, осындай, мынандай. Бірақ мынау иығы төменде ғой, оның иығы жоқ. Оның иығы жоқ. Яғни безразмерный несі иығы. Тура асылып түседі. Мынау баста тұр, мына жерінде, мынау жаға дейма не дейді? Жағасында тор бар. Мен көзіммен көргем соны. Тор бар. Тор деген анандай қазір терезелерде тұр ғой торлар көріп. Соған ұқсаған қара тор, матада істегенге бізде марлы дейді ғой. Соған ұқсаған қаттылау. Сол төменге түскен былай. И алды осылай ашық. Қатты материал. Осылай тұрады. Білінбейді. Жандар білінбейді. Иық. Не дейсіңдер мұна? Иық білінбейді. Иықты айел ма, иықсыздау айел ма білінбейді. Себебі төбеден түсіп келіп жатыр осылай. Сөкті ма жоқ па? Арты жүргенде білінбейді.
мынау несі көкшелер білінбейді. Ешбір көрініс жоқ. Осылай болған. Біз осылай парыз деп айтпаймыз енді, бірақ жағдай барынша осылай болуға әрекет ету керек. Сол үшін орамал түскен уақытта үлкенірек болу керек орамал. Түсінікті ме жоқ па? Үлкенірек болу керек, кеңірек келу керек, осылай иықты білдірмейтіндей дәрежеде болу керек. Айтайын деп жатқаным, бұл нәрселер, сол бет ашу мәселелерін бұрыннан хилаф бар, бірақ абзалдығында ешкім хилаф қылмағандықтан мұсылмандардың әйелдері жалпы беттерін жауып жүрген бұрыннан. Бірақ бір адам сол бетті ашуға қажеті болса, немесе соны дұрыс деп білетін болса, оны ашса, тек қана насихат бабынан айтылуы мүмкін, бірақ одан қайтару басқа бір мәселе болып есептеледі. Хилафтай қалады. Сөйтті ма мәселе жоқ па? Илла бұл сөзде әңгіме көп. Ана табақ кезінде не қылып ашылады? Табақ кезінде, табақ жасаған кезде себебі әйел кісінің ихрамы бетінде. Әйел кісінің ихрамы неде? Бетінде. Біздің ихрамымыз бәрі жерімізде. Яғни ешбір жерімізге жеке киілу үшін тігілген нәрсені кие алмаймыз. Түсінікті ме жоқ па? Ихрамның шарттарының бірі не ол? Не болу керек ихрам? Тігілмеген. Тігілмеген деген не ол? Тігілмеген деген мүшеге бөлініп тігілмеген болу керек. Мысалы, қол кіретін жері, мойын кіретін жері, аяқ кие кіретін. Осы тігілмеген деген. Ол машинка жүрді, ине жүрмеу керек деген емес ол. Түсінікті ме жоқ па? Әйел кісіге о нәрсе шектелмеген, тігілген нәрсе киеді. Тек қана бетіне тігілген нәрсе бар оны. Ниқаб деп айтылады бағанағы, бұрқыр дейді. Сол бетіне жеке, бетін жабу үшін тігілген нәрсе бар. Соны кимейді әйел кісі. Себебі оның несі? Ихрамы қайда? Бетінде. Бірақ Наби саллаллаху алейхи вассаламның асхабтарының уақытында Айша радиаллаху анха иснадында сөз бар азғантай ол хадистің. Бірақ кейбір ғалымдар хасан дейді оны. Олар таваф қылып жатқан уақытында алдынан еркектер шығатын болса, бір матамен жауып алатын болған. Таваф қылып жатқан уақытында алдынан еркектер шығып қалса, көріп қалуы мүмкін, олар бір матамен жауып алатын болған. Болмаса ашық болған. Әйелдер негізінде жабық жүретін болған. Сол себептен Наби саллаллаху алейхи ва салламның сахабаларының кейбіреулері әйелдерді жасырынып көретін болған. Егер ашық жүрсе, несін жасырынып көреді айтшы? Солай ма жоқ па? Ашық жүрсе, яғни енді қаттырақ сөз айтпай ақ қойсам. Бәрін таниды ғой жерде, дұрыс па? Кім ақ, кім қара, кім әдемі, кім көрінсіз бәрін біледі ғой. Не қылады оны? Жасырынып оны көреді. Сахабалардың бірі жасырынып көреді бағанағы бір әйел. Сөйтсе, неге бүйтіп жатсыз десе, біз Наби саллаллаху алейхи уақытында сөйтіп көретін екі қыздар. Себебі бір жұмыс істеп жатқан болады, басқа болады, енді азғантай жеңілірек киім деді ғой енді жұмыс істеп жатқанда. Сол уақытта көріп алатын болған. Муғира ибн Шуъба радиаллаху анху үйленеміз десе, Наби саллаллаху алейхи көрдің бе дейді, жоқ десе, көр дейді ол әйел. Сонымен барады. Мен көрейін десе, әке-шешесі таңғалады, қалай көреді екен бұл. Қыз естіп тұр, ана үйдің бұрышында перденің артында отыр. Үйдің ішінде перденің артында отыр ана. Сонда анау қыз іштен айтады, Расулулла айтты ма дейді соны. Яғни көр деп ол кісі айтты ма? Аллахтың атымен сұраймын. Ол кісі айтты ма десе, иә десе, ана әйел пердені бір көтерді, тастап жібереді қайтадан. Бір көтерді, тастап жібереді. Көрдің бе? Бітті болды. Муғира айтады, мен көрдім дейді. Үйленген әйелдерімнің ішінде ең жақсы өмірде болғаным осы болған еді дейді. Себебі Муғира көп әйел алған. Сол алған әйелдердің ішіндегі ең жақсы арамызда болған мәмілеміз, келісуіміз несі ең абзалы сол болған. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллям насихатымен істеген еді.
Көру важып емес өзі негізінде. Үйленіп жатқанда көріп алу важып емес. Көрген абзал. Себебі ертең кімнің алдына барып, кіммен жасап жатқаныңды білгенің дұрыс. Негізінде ол зейнет, ішкі зейнет, яғни оның жүрегі, амалы, иманы, сенімі, сыртқы көріністе жақсы болса, ол нұр үстіне нөр болады иншалла.